Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздер тағы да лайфхактар тексеру айдары. Және де бүгінгі біздің лайфхактар тексеру тақырыбы тамақтар туралы. Ал ендеше кеттік. Және де бүгін біздің бірінші лайфхакымыз, оны мен TikTok'тан көрген өте керемет маршмеллоумен бір маршмеллоумен өте керемет бір рецепт көргем, және де сол рецепті біз орындап көреміз. Бірақ бірінші видеоны қарап алайық. Дорогой TikTok, сейчас мы будем готовить вкусняшку из маршмеллоу и шоколада. Ал енді бұл лайфхакты біз орындау үшін бізге әрине маршмеллоу, және де плитка шоколадтар, және де мынандай табақ. Жаңа шоколад пен маршмеллоу салуға. И және одан кейін духовкаға салуға. Шоколадтарды ашамыз. Жаңа видеодағыдай салып шығамыз. Жетпейтін сияқты брат шоколад. Мынандай өте керемет вид искусства шықты. Енді осыны біз духовкаға саламыз. Құрметті достар, міне мынандай өте керемет торт сияқты, былқылдақ торт сияқты. Бұны негізі Google'ден қарап алғам, американский десерт деп атайды. Американцтар көп жейді деймін соған қарағанда. Қараңыз. Былай қарасаң визуально прям өте керемет. Енді бұл өте керемет затты әрине жеу үшін жаңа видеодағыдай крекер керек. Бір штук крекер беріп жібересің бе? Рахмет. Қазақтар дейді ғой, прям тілімді жұтып қойдым деп. Прям дәмі тілі үйрет. Сіздердің денсаулықтарыңыз үшін. Кел оператор жейсің бе? Оператор жегісі тұр. Мынаның өзі пішіне сияқты, үсті күтірлеп тұр. Өзімнің бір әдісім бар пішіне жегенде ұнататыным. Үстінен жағып аламыз, мынандайын. Ішінден жағып аламыз да, андай дайын готовый пішіне алыр ғой, осындай ортасы осындай болатын. Бұл лайфхакқа, или бұл рецептке, скорее всего, лайфхак, бұл лайфхакқа біз үлкен космический, прям бомбический плюс қоямыз. Өте керемет. Ал енді екінші біздің лайфхакымыз бүгінгі тексеретініміз, ол барлығымыз ұнататын, барлығымыз хрустит етіп жүретін чипсы туралы. Ал енді әдеттегідей бірінші видеоны қарап аламыз, сосын барып ары қарай соны жасап көретін боламыз. Кет!
Вау! Егер бұл лайфхак орындалса, это просто будет бейм-бейм-бейм-буф. Нетіп біттім жалпы. 100%-ға бұл лайфхак орындалмайды. Себебі чипсы қалай оны андай жидкий состояниеде ананы қалай ұстап тұрады түсінбедім. Ладно, ол жағын бәрін тексеретін боламыз, жасап көретін боламыз. Өздеріңіз көріп отқандай біз уже бүкіл керек заттарын дайындап қойдық. Чипсы, жұмыртқа. Және де шөп, жапырақ. Білмеймін, жаңа жапырақ пайдаланып отырмыз, шөп, сондай шөп. Және колбаса. Біз жаңа видеода 3 түрін көрсетті ғой, біз соның үшінші түрін ойдым, по-моему. Ұмытып қалдым уже. Қай жерінде колбаса бар, үшін сол түрін істейін деп тұрық үшін. Мұнан бәрін жаңағыдай дайындап алайық, екет бэм. Біз уже бәрін кесіп дайындап қойдық. Жұмыртқа, жаңағы жапырақ и колбаса. Колбаса и так туралып тұрды ойдым, по-моему. Мұнанда уже ішін ұнтақтатып, жаңа бейнероликтегіде істеп қойдық. Жаңағыдай бейнероликтегідей бәрін өзінің кезегімен салып шығамыз. Бірінші колбаса, шөп. Енді бұл өте керемет упаковкада тұрған, бірақ іші бір быт-шыт болып отқан біздің немізді араластырған жаңағы. В общем, біздің ерекше рецептімізді жаңағы бейнероликтегідей суға қайнататын боламыз. Варит етеміз, ішіндегілерін жарит етеміз. Кет. Өздеріңіз көргенде қайнаттық, пісірдік. Пісіргенде қайнаттық, суға қайнаттық. Ал енді қобалжып тұрмын. Болды ма, болған жоқ па, бұл лайфхак істелді ма, істелген жоқ па. Негізі бұлар қатқан сияқты, піскен сияқты, бірдеңе шығатын сияқты жалпы ше. Көрек ал. Ал достар, көрек шыққан ба, шықпаған ба. Жалпы негізі шыққан сияқты. Ал достар, көрейік дәмін. Бұл ерекше момент. Ал достар, енді бұлай қарап тұрса, негізі мына астына чипсидің бәрі астында алып қойған, жаңа негізі салғаннан кейін араластыру керек еді. Бірақ негізі шынына келсек бейнероликте де араластырмаған ғой. Сол себепті бүкіл чипси астында алып қойған, үстінде колбаса, оның үстінде жұмыртқа ма үшін. Ладно, көрекші. А то опять жеп тұр ғой уже. Көп сөйлеп кеттің деп. Ал көрейік. Достар, обычно чипсы просто суға түсіп кеткен сияқты, суға қайнатқан. Чипсы, мысалы, чипсидің ішіне сіз коламен жеп жатқанда кола төгіп алсаңыз, чипсы мысалы суланып кетеді, сол сияқты дымқылданып кеткен сияқты болады. Дәмі сондай, ондай бір прям вау, прям ерекше, күшті дейтінде ондай айта алмаймын әрине. Әрине, бұл лайфхакқа орындалды, оған біз плюс қоямыз. Бірақ шықты, ерекше, біреулер таңғалдыруға болады. Маған ұнаған жоқ. Сол себепті минус қоямыз. Егер өздеріңіз бір ерекше бірдеңе істеп не істегіңіз келсе, әрине бұны істеп өздеріңіз жақын адамдарыңызды немесе достарыңызды таңғалдыруларыңыз болады. Ары қарай үшінші лайфхакты тексереміз. Ал енді біздің үшінші әрі соңғы лайфхакымыз тексеретін сосиска тоқаш сосискада. В общем, сосиска в тесте сияқты, бірақ біз тоқашқа тығып, яғни тоқашқа салып істейтін боламыз. Кеттік. Оған керек заттар: тоқаш және ірімшік, ұзын таяқшалар, және де сосискалар, және де майонез. Тағы да бір затты ұмытып кете жазаппыз ғой. Әрине керек зат еще милково. Милково дегенде сүт, любой сүт, ішетін сүт. Қайна
Ну, в общем, ішілетін сүт кәдімгідей. Шикі сүттен істемейді шығар енді. В общем, ішілетін сүт. В общем, сүт. Ішілетін. Ірімшікті ашамыз. Сосисканың сыртын ашамыз. Сосисканы таяқшыға тығамыз. Таяқшыда тығылып тұрған сосисканы тоқашқа тығамыз. Сүтті құямыз. Сүтке маламыз. Тоқашты. Ірімшікті чоркадан өткіземіз. Майонезді ашамыз. Майонез жағамыз. Ірімшікті себеміз. Тұз себеміз. Енді бұл өте керемет, біздің қолымыздан шыққан өте керемет туындыны духовкаге 15 минутке 180 градусқа саламыз. Ал құрметті достар, үсті толған солайым ірімшік еріп кеткен. Ірімшік татауы мынаған жабысып қалған. Негізі жаңа май құю керек ау деймін. Негізі астына. Мынау алынбай жатыр. Негізі ірімшік жақсы көрем. Өте жақсы көрем. Ірімшік өте... Бүгіндікі чөті күйдік қой бүкіл жерге. Визуально түрі желінетін затқа ұқсайды әйтеуір. Ал енді көрейік дәмін. Дәмі деген прям түйірет. Ірімшік прям нежно. Жаңа сүтке салып алғаннан кейін тоқ. Жаңа тоқашты сүтке салып алғанның арқасында өте тоқаштың өзі де бір нежно болып тұр. Негізі одан да шамал көптеуге қойып қойғанда вообще күшті болады негізі тоқаш. Бірақ мына қазіргінің өзінде прям күшті. Ірімшік прям күшті болып тұр. Күшті қылып, балқып, маған ұнады жалпы. Сосискасы да прям. Сүтке малып атқан кезінде тоқашты обязательно бір ұзақта ұстаңыздар. Себебі чуть-чуть қатылық сезді тоқашта. Бірақ сонда да прям өте дәмді. Сонымен бұл лайфхакқа біз әрине үлкен жирный ірімшік, тоқаш, сосиска плюс қоямыз. Бэйм. Маған ұнады. Өте керемет. Жек көресің бе? Ал достар, өздеріңіз көрдіңіздер, бүгін біз тамақтың тақырыбында 3 лайфхакты тексердік. Бұл лайфхактардың бәрін мен TikTok'тан алдым, және де біз соның бәрін жасап шықтық, и оның бәрі орындалды. Жалпы достар, егер бейнеролигім ұнаса, әрине менің каналыма жазылып кетіңіздер, және де лайк басып осы видеоға кез келген коммент жазып кетіңіздер, өтініш. Лайк басыңыздар, өтініш. Және де маған подписка жазылыңыздар, өтініш. Және сіздер егер активны болсаңыздар, жазылып сөйтсеңіздер, видео күнделікті шығып тұрады. Ал енді достар, өздеріңіз көрдіңіздер, бұл лайфхактар жасалады. Бұл лайфхактарды өздеріңізді пайдаланып, өздеріңіз достарыңызды немесе жақын адамдарыңызды таңғалдыруларыңызға болады. Ал енді достар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Енді жаңағы лайфхактардың бәрі тексеремін деп тамақтар, үш түрлі тамақты жеп енді, конечно. Шөлде жаман ұрып отыр, шушня.